Эфирде Карачай-Черкес Кырал телерадио компанияның Карачай бөлімі. Күн ашық болсын бағалы жамағат. Заман 12 сағат 30 минут. Бүгін Карачайны белгілі уланы, Кырымшамхалланы исламны туған күніді. Аны бұла байламлы, жыл сайын исламны туған елінде Тебердеде аны мекемында илму практика конференция бардырылы учанды. Анда тыйыншлы болған белгілі адамларыбыз Кырымшамхалланы исламны атын жүріткен медаллабла сауғаланадылы. Аны үсінен репортажны аллыбыз күлледе берлік біз иншаллах. Бүгіна Кырымшамхалланы исламны үсінен беруіні радионы фондуннан алып беребіз. Халқына халал құллық еткенді деген сұратлауға тыңлағыз. Игіні игілігі жоғады деген айтуыны кертілігіне қар күн сайын дегенше түшінгелей тұрабыз. Нарт сөзлені әсібізге түшіре, бұрыңылы айтқалай дейбіз. Қартларыбызны жашау сынамлары кең, ойымлары терем болғаларын, меңлебла жылланымынан алға айтқан ақыллы сөзлері бүгін күнге да тамам келішкелерін чертебіз. В душе у горца сидит основательно очерченный облик хорошего человека, которому он поклоняется дегенде. Адамлықтан соғылған, ақылбла фахмудан ешілген ақлыбыз Кырымшамхалланы ислам. 19-ші өмірде туған таулы кесі жашаудан кеткелі 100 жыл осса да, аны ақыллы сөзлері адамланы эслерінде жашайдыла. Құр сөзлері түл. Кырымшамхалланы ислам не жаныблада фахмулы адам болғаны себепле не түрлі санағатты да кесіні энчі ызын қойғанды. Поэт, жазучу, музыкант, суратчы, алим, жамағат құллықчы, Карачай малқар культураны айнытуға оллу үліш қошқанды. Исламны ата жаны, ана жаны да белгілі адамла болғандылы. Атасыны атасы Кырымшамхалланы ислам, Карачайны олии, анасыны атасы Орзбиляны Мырзақұл малқарны олии болғандылы. Белгілісіче, екісі да Минни тауны башына бірінші кере өрлеген генерал Эммануэльні экспедициясын құрарға болышқандылы. Карачайдан малқардан тiri жашланы жол ұсталанды біргелеріне қошып. Оңлы адамланы тудығы қарт аталаны үлгісінде өскенді. Сәбилігінен башлап илмуға, шығармачылық ішке, сурат салуға тырмашқанды. Талай тілде кескін сөйлеше жаза білгенді. Құранны арабча, түркчада оқығанды. Намазын, оразасын қоймағанды. Уллы бола өсе барғаны сайын, оңлы адамлабла таныша, бүтө эресейге белгілі әлімлебла, жазучылабла, суратчылабла шоқлық жүріткенді. Алаға ақылыбла, фахмусыбла теңлік еткенді. Карачай халқына ата жұртын, ана тілін, ислам дінін игі беттен көргізгенді ислам. Кырымшамхалланы пашаны жашы ислам 1864 жыл мартыны 31-де қарт жұртта туғанды. Алая саби жыллары ана жұртта өткенділі. Сабилей анасынан айырылып, өксізлікні жылусыз қойнына бөленгенді. Жашықны анасыны қарнашы Орзбиляны Исмаил басқанға алып кетеді. Орзбилары да оңлы адамла биле болғалары себеплі, бұл үйдегіде таймаздан белгілі әлімле жазучыла, суратчыла, қонаққа келгеллей, адабиятны хүнерлік ішіні үсінен илму ұшақла бардырғалай тұрғандылы. Ол көзіледе танышады ислам, белгілі әлім Ковалевский бла, суратчы Ярошенко бла, мақамны ұстасы Танеев бла дағыда алаша көпле бла. Аллай хавада өскен ислам, Аллах берген фахмусын қатлай, кесіні тұрмашқаны бұла алған білімін керелей, аманнан игіні айырырға, жәшіліктен білімні сайларға үренеді. Терен білім аларға кемсіз термілген 13 жыл болған жашық Ставропольда гимназияға оқырға кереді. Орыс тіліне игі білгелерден артқа қалмай, жетшімлі оқиды. Көпті тұрмағалай исламны атасы да ауышады.
ислам туган журтуна карт журтка кайтады. Кесинен кичилеги эки жашчык була эки кызчыкка аталык да абадан карнашлыкта этеди. Үйдө эл мүлкүн жарсытмаз үчүн бел түзетмей иштейди. Алында сагынганыбызча исламны атасыны атасы, аны аты да ислам болгонду. Карачайны олийи, Карачай эресейге кошулган Кесаматка кол сала сөз бергенди. Кесини үйүрү, тукуму, бүтөө миллети орус патчаха кертиле каллыгына. Олантка керти бола, Крымшаухалладан көпле патчахны аскеринде куллук эткендиле. Петербургда ол аскер бөлекке ва бийлени алгандыла. Исламда патчахны аскер бөлегинде Абчар Чыңгадери куллук эткенди. Элмуну чыгармачылык хунерлик ишни төрүнө жораланган фахмусу болгон Таулу Петербургда аскер куллугунда бардыра, библиотекаладан чыкмай, илму бла күрешкенди, сурат салганын коймаганды. Белгили адамла бла шоклук жүрүткенди, алана бери Хитагуров Коста Крымшаухалланы ислам миллетине халал куллук эткенди. Журтунда школла, жолла, көпүрле иштеткенди. Врачланы чакырып, сабилени тышырулган саулыкларына каратканды. Крымшаухаллууну Карачай тилде харифлени арабтан латынга көчүргени улуу иш болгонду. Карачайда биринчи профессионал сурат салуучуга саналады Крымшаухалланы ислам. Аны устазы бүтө Ресейге белгили суратчы Ярошенко Николай болгонду. Белгили суратчы булада таанышканчы, исламны бу санагатта улуу жетишимлери болгонду. Жаш адамны терен фахмусу болганын сезип, аңа сурат салууну жолун жорогун үйрөткенди Ярошенко. Ол кесиде Карачайны сейирлик журтуну койнунда, тамаша табигатыны беллауына тыңлай, учуммаклыкка бөлөнгенди. Аллах халыбла салган суратларында журтубузну айрылугун уста көргүзө билгенди. Москвада бардырылган көрмүштө исламны суратларына улуу бага берилгенди. Алла адамларыбызны унутмай эскере турурга борчулубуз, жаш төлүлө. Ол иннет бла оноо эткендиле Карачай Тинтүү илму институтуну, Карачай Черкес Крал музей-заповедникни, Карачай Черкес Крал устазлык университетине башчылары 2009-жылдан башлап har жыл сайын Карачайда Крымшаухал окуула бардыра турурга деп. Ол ишни тамалын салган адамларыбыздын бири Крымшаухалланы исламга аталган конференцияны бардырган алим, тарих илмуланы кандидаты Хатуланы Рашид Хажи Ислам би деп ахлыбызны үсүннен китап чыгарганды. Исламны терен фахмусын чертип сүйлөшөдү ушагыбызда Рашид. Исламны үсүнөн айтсак, Карачай малкар халкта бир адамдын үсүндө бул бир фахм болгонун мен билбейм башкарамды, кысасы айтсак. Сөз үчүн санагат иштебек өчкөн экен искусство бул. Ол Карачайда биринчи профессионал халда иштеген суратчы болгонду. Анын тышында белгилүү орус композиторлорунун бирине соктасы болуп, ол скрипка ойногенди. Могул күнү конференцияда болду, Россиянын композиторлорунун союзунун курамына кирген Нугайлан Мажид айткан экен, ол Чайковскийни музейинде болгонумда, Ара Россияда. Анда жазылып туйду, кесим билем. Анда Крымшаухалланы ислам согуп 19 макам жазылып тур edi, нотага салынып. Аны ол заты аз белгиледи. Анын тышында санагаттан sonra ол адабият литературага киришкенди. Ол назмучу да болгон, белгилүү назмучу. Ол орус тилден ана тилге назмунду көчүрүүчү болгонду. Анын тышында ол прозаик болгонду. Ол жазган кабарлар барла. Анын тышында ол публицист болгонду. Ол экинчи жаны. Биринчи айттык да санагат, экинчи адабият дедик. Үчүнчүсү ол илму ишке киришкенди. Ол илму экспедицияларга кошулган экенди. Анын тышында да ол белгили философларны, Россиянын философларын зыблап барганды, сөз үчүн Толстой болгонду. Толстой стили да, ол Толстойну зыблап барганды. Толстойну зыблап барган неде ол бири-бирин ачытмай, адам улула келиширге бир күрөшөбүз деп. Кансыз, урушсуз, түйүшсүз. Бу философияны, башка философия немеси да бар да, бадаңыбыздын баклуубуздун. Кесе айткан экенди, керти билим билген адам боло керекти, Таулу дегенди. Алая Таулулай кала керек дегенди. Ол улуу мусульманин деген журнал болгонду, ол Парижде чыкканды. Анын редакторуна жазып айткан экенди. Булай энди Европа керти цивилизация берген жерде. Культурасы улууду. Алая бизге адепле Европаны эмиге кыраллар, эмиге башлары жетмегенде биздин адебибизге дегенди. Ол себепти кеси биздин тамырларыбызды да унутмай,
кесибизни культурабызды унутпага керекпиз деп айтканды. Мен аңлаганга ол кесини халкында ол тамырларын унутмай, дүйнөдө алчылыкта не көрөйсүл анда алып, амда кайрылап, кесини тин өзөгүн тас этмес халда турга керек деген молд эммаган асаны. Геолог Мушкетов болгондо ол китап чыгарган эди. Илми өнөмөлү болгон экспедициялар. Аланы эсеплей ол китап чыгарган эди. Мында ол экспедициялар халда болгонун айтсам, мындан теңизге жол ачууда болгон. Мақсатты бир проектле болот турулла. Ол о заманда болгонду. Ол о заманда ма бизне Камшохол ислам затка кошулган экен эди. Ала тебердин үсү биле ары гонашкирге, аннары ол приютла барлап сагатта ары чыгып, аннары өтөбүз деп ол ишт байланган элдер кошулган экен ислам. Анын тышында ол Карачай миллет мүлкүн калай айыңсырга керек деп сагыш эткенинде ол былай айтканды. Былай тышынан сөз үчүн биздин табылууга ол тукумлуу туар келтирилди. Ала бизге жарашмай эле, бизде кесибизде миллетти жараштырган Карачай тукумлуу мал барды. Аланы айыңсырга керек дегенди. Биздин ичибизде кесибизни миллет тукумлуу малларыбыздын айыңсыр халда сүйлөшкөн биринчи ол болгонду. Ол образцовый дейли ферма ачкан эди. Ол ызына кайтарыча кесибизни тулардын малын игизасын. Жерибизге келишкен мал анда күрөшкенди. Ол керти этемде алим болгонду. Алимлигин да ол мүлктө көргөндү. Биринчи промышленность тамалда куралган предприятие, цех, сыроваренный цех дейли орусулла ол эткенди. Скипидар эткен фабриканы биринчи Карачайда болуп ол ачканды бул жагында. Аныңа карап, анын карындашлары да биринчи гидроэлектростанция теберде ала чыгылды. Ол экономика жагында болгонду. Аны халыкка белгилүү затлар. Анын тышында айтсам, ол жамаат иште көрүшкөн. 15 жылын жамаат иште көрүшкөндү. Миллетни бүтөө халкны аманатчысы деп о заманда аллай жумуш болгонду. Общекарачаевский доверенный деп аллай орусча айтканла. Ол Карачай халкла патчакны администрациясына байламырча ошолой көрүшкөндү. Сөз үчүн бизде жер керек болгон жерде, сөз үчүн Улуу Карачайда ол ырхы, тутуркулланы, лайпалланы, калланы тирелерин басканда алага жаңы жер, мамындап саатта, жаңелде, Аккалада, о заманда жер даулаган адамланы курамында ол болгонду. Ала о заманда Кавказны жарым патчакты келди, наместникке. Воронцов Дашков деп болгонду, Илларион Иванович. Аңа кагат жазган экен. Ол кагаттын түбүндө Камшохол исламда кол барды. Ол жер бергенде о Карачай элге Воронцовский Карачайский деп аталган. Анын тышында жамаат ишлей карасаң, бу теберде курорттун керти курорттерге амла күрөшкөндү. О заманда мен сизге айтайын, ал окусаңыз, бек аламат бек сейир курортту алая аны бир кыябы барды ол жерине, анда Карачайда жашайлы деп алда газетте алай бектеген дейли о заман. Sonra ол кесине калган сүйгөн адам болгон да. Sonra ол Карачайда керти ол да цивилизация культурага кошулган халкты алайда туруп, ол курорттун керти курорттерге Швейцарияда Давос деген белгили, бүтүн дүйнөгө белгили курорт бар да, андан арта калмаган ала курорттерге болупуз дегенде. Крымшаухалланы ислам 5 санагатта айрылып, уллуу фахмусын көргүзгени себепле биринчи илмий конференцияда 5 түрлүү номинация куралганды. Жамаат куллукчу, экономика, искусство, адабият, илму. Ол номинацияларда биринчи белгиленген жердешлерибиз Татаркулланы Али, Лайпалланы Рашид, Хаджиланы Надя, Чыпчыкланы Борис, Кочкарланы Умар болгондулар. Рашид, уллу ишне ал атламлары болур, Аллах айтса бу илму конференция. Оңлу адамыбыздын аты кырал даражада белгили болса да тыйынчылыды, ол жаныбла не этилерге болукту. Камшохол исламдын атын мындан ары белгилетириче башка миллетлердин арасында мен уланга көрө кур менин оюм түлдү. Сөз үчүн 5 номинация дегенде Карачай малкарга хайыр келтирген, файдалы иш эткен адамны кул Карачай малкар түл, Ослун болсун, Орман болсун, Герман болсун, ким бар эсе да алага берги керек. Мол башка миллетлерни сабгалап берсек, керти да була межсобойчук дейли Расулла, алай болмай, керси да бүсүрө эткен миллет болурун деп алай оюма келгенбиз.
Söz үшін бізде барды Қарачайда ішлеген адамлар, Захаров деп барды, мал күн тәмбилана бір рухан ректор айтқан екен. Майкелді о заманда қосылып 2004 жыл 190 жыл толғанды Лермонтовқа жамағатта тарсынан аштық. Ол келді, ұшып келді. Көп болмай келді де Мишель Кәзімні медалын да, юбилей медалын да шығарып, амлар аталы бір амлар біздің сауғалады. Ол көп ішлеген Қарачай Мақармедке. Да, Аллах, кем оғай деді. Ма шығарғыңды айттың, экспертлер барла. Оны өттілі де сауғаладыла. Аңа чықты тыйылыш жоқты бізді. Аны дышында біз айтырға керек біз аны. Адам кімлі біле тұрған, кімлі біле ішлегенді. Сөз үшін төгерінде керіктені аны Коста Хитогоров болған белгіледі. Коста Хитогоров бүтін Россияны даражасында тұрған аллай белгілі жазушы болғанда, назмышы болғанда. Ол кезісіне жазған затларында исламны сүннен айтқан деді. Сөз үшін Ярошенко Николай Александровичне ескерейік. Ол да бүтін Россияға білген адамды. Ол антені болғанда, аны ұстазы болғанды исламны. Малан сүлерін біледі жайға болып, ұзаны үстіне қапарланы. Bir yeri. Tarixinde Kırımşavxallаны İslamça adamları bolgan millet başın eňişke imezge kerekti. Allah adamların alanı çıkarmaların da este tutarga tıyışlıdı.